Найзағайлы сәлем. Моана мультфильмін Испанияда Океания деп атайды екен. Неге екенін осы видеода айтатын боламын. Ал сіздер видео басталмай тұрып арнаға жазылып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Моана. Көпшілік мемлекеттерде Моана деп айтылғанымен, Испанияда Океания деп айтылады. Қысқасы, Испанияда Моана Поцци деген балаларға арналмаған кино шыққан. Сол үшін мультфильмнің атын өзгертуге тура келді. Енді неге солайынан қоя салмаған десеңіз, ойлап көріңізші. Балалар Googleға немесе YouTubeға Моана деп жазған кездері мультфильм емес, алдынан балаларға арналмаған кино шықса, бұл балалардың психикасына кері әсерін тигізеді. Міне осындай кішкентай кикілжің болып қалмас үшін үлкен өзгерістерді талап еткен. Аңдар шаһары. Бұл мультфильмнің табысын арттыру мақсатында авторлар әр елдің символы болатын жануарларды кірістірген. Жаңалықтар жүргізушісі есіңізде ме? Оның оң жағында отыратын жануар әр елде ауысып отырады. Мысалы, Австралияда кал, Жапонияда тануки күшігі, ал Қытайда панда отырады. Мультфильм кейіпкерлерінің артындағы жазуды ауыстыру аниматорлар үшін өте үлкен проблема болып келеді. Себебі аудармашылар өз жұмысын әрдайым дұрыс атқара бермейді. Қарапайым мысал, Монстрлар университеті мультфильмінің артқы фонындағы жазу ақштың өзінде артқы планда Scare Games деген жазуды көре аламыз. Айтпақшы, бұл оригинал. Ал қалған мемлекеттерде жай ғана таңбалы сурет орнатылады. Айтпақшы, бұл мультфильмде тағы бір осындай жағдай кездеседі. Кесіртке ұстап тұрған кекста достасайық деген жазуды байқаймыз. Бірақ басқа мемлекеттерге мұны аударып отыру өте қиынға соғады. Әрі 8 кекске мұны сыйдыру өте қиын болады. Сондықтан да жай ғана смайликті қоя салды. Достар, осымен видеоның соңына да келдік. Егер видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып кетіңіздер. Ал видео ұнамаса дизлайк басып, видеоң ұнаған жоқ деп жазып кетіңіздер. Келесі найзағайлы видеоларымызда жолыққанша.